Құрметті менің тыңдарманым, әңгіме басталмай жатып лайк басайық. Өзіңіздің қай өңірден екеніңізді, және сіздерде қазір сағат неше болғанын комментарийге жаза кетіңіз. Отағасы біздің қызды алып қашып кетіпті. Не деп тұрсың, ол әлі 18-ге де толған жоқ қой. Не істейміз? Мекен-жайы белгілі болса барып алып келеміз. Қаһарлы әке қолындағы тәспісін үстелдің үстіне қоя салды да асығыс киіне бастады. Жолдасы ұзын көйлегін киіп, хиджабын дұрыстап тағып, соңынан ілесті. Күйеуінің мінезін білетін ол дымын шығаруға қорқып отыр. Айсұлу, ерлі-зайыптылардың үлкені, дінді берік ұстанғандықтан қыздары да жабық киінеді. Жап-жас, аңқау, биязы мінезді қыздарының сөйлесіп жүрген жігіті болуы мүмкін деп еш ойламапты. Сондықтан болар, алып қашып кеткен адам бөтен біреу деп шешті. Белгілі мекен-жайға жеткенде даңғаза музыка ойналып, гүлдер мен шарлармен безендірілген үйді көрді. Жігіт жақ келін түсіруге әбден дайындалған көрінеді. Ашулы әке иелерінің құдалаған қошеметіне қарағанда жоқ, бірден қыздарын шығаруын талап етті. Мұндай айқай-шу боларын алдын ала сезсе де, қарсы тарап әбден састы. Біріншіден, менің қызым 18-ге толған жоқ, ол үшін мен заңды түрде жауаптымын. Екіншіден, мен қызымды тек Алла жолына бет бұрған, намаз оқитын адамға ғана беремін. Осымен сөз тәмәмдеді де, қызының қолынан сүйреген күйі шығып кетті. Соңдарынан келтірілген қолайсыздық үшін кешірім сұрап, анасы да шығып кетті. Ешқашан ата-анасына қарсы келіп көрмеген Айсұлу үйге келіп, бөлмесіне кіріп, үнсіз жатып қалды. Әкесінің жігіт туралы бірнеше сұрағынан оны танымайтынын айтып құтылды. Өзі тамағына тығылған өксігін жасыру үшін үнсіз жылады. Ырысқалиды сүйетінін, онсыз өмір сүре алмайтынын әкесіне қалай айтады? Ана жақта сүйгеннің жағдайы не болып жатыр екен? Ырысқали мен Айсұлу университет қабырғасында жүріп танысқан. Қуыршақтай ғана кішкене қыздың кез келгенді баурап алатын қылығы, күлген кезде езуіне үйіріле қалатын оймақшаға дейін сондай әдемі болатын. Қызы отбасындағы қатаң тәрбиені ұстанғандықтан жігітке қолынан да ұстатқан емес. Бұл сылқым жігітті одан әрі ынтықтыра түсетін. Университеттегі ең сұлу қыздың өзіне қарағанын мақтан көретін, оны өз көлеңкесінен де қызғанатын. Қызға үйлену туралы бірнеше рет ұсыныс жасаса да ол қарсы болды. Ол ылғи әкесінің қатал екенін, өзін тек намаз оқитын ер азаматқа қолдан ұзатып беретінін алға тартатын. Бұған байқуатты отбасынан шығып, ешқашан бетінен қақпаған Ырысқалидың ызасы келетін. Ол ақыры өз дегенін жасап, қызды серуенге шақырып, соңынан күшпен алып қашып кетті. Жігітті қанша ұнатқанымен қыз өз отбасының мұны намаз оқымайтын жігітке бермейтінін біліп, барлығына дайын отырған еді. Ол күдігі расталып, әкесі ізін суытпай-ақ кетті. Айсұлуды алып кеткен соң Ырысқали ата-аналасының бәрін талқандап, қатты ашуланды. Сүйгеніне қол жеткізе алмағаны былай тұрсын, таныс тамыр, туыс, достарының алдында жүні жығылып, масқара болған үшін өртеп бара жатқан болатын. Ол үйден көлігін айдап, қатты жылдамдықпен құйғытып шығып кетті. Әкесі мен анасы жандарын шүбірекке түйіп отырып қалды. Қанша жер тепсе де, қыздың әкесі Айсұлуды әкеліп бермесі анық. Жігіт енді өзін-өзі өлтіретінін айтып, шу көтеретінді шығарды. Жалғыз ұлдарынан айырылып қалудан қорыққан ата-ана ағайынның ішіндегі бас көтерерлерін жинап Айсұлудың әкесінің алдына барып аяғына жығылады. Ұлдары онсыз өмір сүре алмайтынын айтып, әзер дегенде көндіреді. Содан кейін ғана Айсұлуды әкесі қолдан ұзатып, Ырысқали екеуінің некесі қиылады. Екі жастың қуанышында шек жоқ болатын. Алғашында махаббатқа мас болып үйленгендермен кейін тұрмыстың ашы тұстарынан да дәм татуға тура келді. Әкесі ұлына өз бизнесін үйретіп орнына отырғызды. Жас болса да мықты қадағалаудың арқасында өз жұмысын жақсы игеріп кетті. Бала күннен таршылық көрмеген Ырысқалидың киім киісі де өзгеше болатын. Оның бір киімінің құны біреудің бір ай жасап алатын айлығымен пара-пар еді. Бірақ ол ысырапшылдықпен үнемдеуге қатысты мәселелерге басын алды. Ал Айсұлу, керісінше күйеуі қаншалықты қаражатпен қамтамасыз етіп отырса да, артық ақша жұмсамайтын, басқа келіншектер секілді қымбат көйлек киіп, бренд әтір сеппейтін. Бұл Ырысқалиға ұнамайтын, және осы үшін өз жарына деген менсінбеушілігі басым болатын. Белгілі кәсіпкер болғандықтан көп жерге қонаққа шақырады, неше түрлі ығай мен сығайды көреді. Дөкейлер әйелдермен қолтықтасып келіп жатады, олардың ханымдарының құлағы мен қолы толы алтын баттасқан бояу, жабысқан көйлекте болады. Ал
Себебі оның болмысы, тәрбиесі сондай, ол ешкімге еліктемейді, ешкімнің мақтауын, назарын күтпейді. Тек жары ғана разы болса жеткілікті. Алайда Рысқали оның оранғаны мен қарапайымдығы үшін ызасы келетін, діннің иісі мұрнынан бармайтын ол үшін жары өзгелер секілді талайдың көзінің құрты болып жүруі керек еді. Қанша ұрысса да, тіпті қол көтерсе де Айсұлуды көндіре алмады. Мені осындай күйде ұнаттың, енді осы қалпымда қабылда дегеннен ары аспады. Айсұлудың енесі көзі ашық, сабырлы, салихалы ана болатын, тек соның ғана келініне жаны ашып түсіністік танытатын. Рысқали бар дегеніне көне беретін, жарына қалағанын жасататын, оның айтқан өтініштерін көбіне елеусіз қалдыратын. Күйеуі рұқсат етпегендіктен Айсұлу жұмысқа да шыға алмады. Бірде ерлі зайыптылар қонаққа барды, көңілді отырыс болды, дәмді тамақтар ішіліп, қызықты әңгімелер айтылды. Сөз арасында бір досы: Айсұлудай жарым болса арман жоқ, табиғи сұлу, басқалар сияқты жасанды емес, дүниенің құлы болып, не болса соны кие бермейді, осындай жары бар, сен бақыттысың деді. Содан бастап Рысқали нілдей бұзылды, отырыстан межелі уақыттан ертелік қайтты. Жолда Айсұлудың құлақ етін жеп, оны әлгі еркекпен байланысы бар деп айыптады. Бұрын ондай қызғаныштан ұрыс шыққанын көрмеген келіншек шошып кетті. Сен ылғи орынып жүресің, ол қайдан біледі сенің табиғи сұлу екеніңді, араларыңда не болды деп оны қылғындыра бастады. Бейшара кішкентай денел жары оны қолынан әрең сытылып шығып, көліктен түсіп қалды. Күйеуі артына бұрылып қарағанда жоқ. Бұл қыс айы болатын, сырт киімі мен ұялы телефоны көлікте қалып кеткен Айсұлу шарасыздан үйіне жаяу келді. Денесі қатты тоңып, қалшылдап әрең жеткен бейбаққа есікті енесі ашты. Бағанағы ұрыстан шошып қалған ол бөтен таксимен келуге де қорқып қалған еді. Енесі оның мына түрін көріп шошып кетті. Сол күннен бастап келіншек дене қызуы түспей 2 апта ауырды, оған жөтел қосылды. Жарына жаны ашып жатқан Рысқали жоқ. Бұл жолы да енесінің жаны ашып келінін дәрігерге алып барды. Дәрігердің тексеруінен кейін Айсұлудың өкпесі қабынғаны анықталып, ауруханаға 6 айға ем алуға жатым болды. Келіншек әбден суықты өткізіп алғандықтан ем алу 6 айдан да ұзаққа созылады. Ауруханадан шыққан соң да жылға жуық уақыт дәрі қабылдап жүрді. Соның салдарынан жақын арада бала көтеруге болмайды деген шешіммен дәрігерлер оның жатырын байлап тастады. Айсұлуға мұның уақытша екенін, біраз уақыт өтіп, денсаулығы қалпына келген соң балалы бола алатынын айтып жұбатты. Ең бастысы, жанның саулығы болғандықтан амалы жоқ келін оған да көнді. Алғашқы кездері Рысқали жас болды ма, балалы бола қоймадық деп басын ауырта қойған жоқ. 2 жылдай уақыт өткен соң ғана ол туралы жиі айтатын болды. Дәрігерлер әлі ерте десе де Айсұлу жатырын аштырып, балалы болудың қамына кірісе бастады. Алайда дәрігерлер ешқашан бала көтермеген жас әйелдің жатырын байлап тастағандықтан оның бұдан әрі балалы болуға деген мүмкіндігінен өмір бойына айырған екен. Бұл шындықты қабылдау екеуіне де ауыр болды. Менің басымды босат, мен ешқашан ана бола алмаймын, сен әке болуың керек, жалғыз ұлсың, ұрпақ жалғастыруың керек деп талай жылады. Күйеуі кейде ашуланып, кейде жұбатым оны тыңдағысы да келмеді. Жылжып жылдар өте берді. Бірақ жүрек түкпірінде Айсұлу күйеуінің өзін бір күні болмаса, бір күні төркініне жіберетіне сезетін. Ол өз еркімен жібермегендіктен іштей өзін соған дайындап жүрген болатын. Рысқали келіншегі ауруханада ұзақ жатқан кезден бастап бірнеше келіншекпен көздесіп көрді. Алғашында тек нәпсінің қалауымен барып жүрсе, кейін мүмкін аяғы ауырлап қалар деген үмітпен біреумен тұрақты кездеп жүрді. Бұл өзінің қол астында жұмыс жасайтын қыз еді. Есімі Әлия. Айсұлуға мүлдем қарама-қарсы тұлға, намазбен, дінмен шаруасы жоқ. Қысқа көйлек киіп, қымбат сөмкелер ұстағанына мәз. Ең бастысы, Айсұлу секілді ауыр сөздер мен қол көтеруге төзетін адам емес. Рысқалимен алғашқы рет төсектес болғанда да пәк болмаған еді. Өзі отбасылы болғандықтан жігіт оған қатысты ештеңе дей алмады. Бірақ осы қыз оның сонша күткен арманын орындады. Есеппен болған әрекет пе, сезімге берілді ме, әйтеуір Рысқалидан аяғы ауырлап қалыпты. Мұны естіген жігіттің қуанышында шек болмады. Некелі жарынан 8 жыл күткен баланы көңілдесі 2-3 айда көтеріп қойыпты. Сонша жыл өзін
бекер азаптағанмын деп ойлады. Сол күннен бастап Әлияның аузынан шыққан сөзі заң болды. Оның ең басты талабы баласы заңды некеде, өз үйінде, ата-әжесінің жанында туылуы керек. Тоқал болу туралы әңгіме болуы да мүмкін емес. Сонша жыл бала тумаған әйелді несіне ұстайсың дегенге келтірді. Әлияның құрсағында жатқан перзентін ойлап, Рысқалидың есі шықты. Сол үйіне барды да, ыстығы мен суығына төзіп қол көтергенімен балағаттағанына шыдап, тек осының разылығы үшін өмір сүрген жарын иттей қылып үйден қуды. Осыны алмасам өлемін деген кездерін ұмытып, ата-анасының қолына адам секілді апарып табыстаудың орнына керексіз заттай лақтыра салды. Сен бедеу қатын, қанша жыл өмірімді зая кетірдің, сен туа алмаған менің баламды басқа әйел туып беретін болды. Сен кетесің, ол осы үйдің иесі, балаларымның анасы болады деп ызалана сөйледі. Құрсағына бір шикі өкпе бітпеген үшін кінәлі секілді. Басы салбырап, етегі жасқа толған Айсұлу бөлек пәтер жалдауға кетті. Әкесінің үйіне бара алмайды. Інісі үйленген. Оның өз отбасы бар. Әкесі қызына жаны ашып, оны өз мамандығы бойынша жұмысқа орналастырды. 2-3 ай пәтер ақысын төлеп отырды. Одан әрі Айсұлудың өзі жеке өмір сүріп кетті. Алғашқы кездері көп жылайтын, кейін сүйгеніне бақыт тілеп, оның әке болғанына қуанды. Ал Әлия қошқардай ұлды өмірге алып келді. Күйеуі құрақ ұшып, бар дегенін жасап отыратын. Ата-енесі де жақсы адамдар. Ол ойда жоқта сәтті билет ұтып алған адамдай күй кешкен еді. Рысқалидың баласы жоқ екенін жақсы білетін қыз ол баста осындай жасап құрған болатын. Алайда оның заңды некедегі жары болуға дейін көтерілемін деп ойламаған екен. Енді міне, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс. Өмір керуен көше берді. Рысқалидың ұлы 5 жасқа келді. Әлия бұрынғыдай Рысқалимен бірге жұмыс жасайды. Бірақ лауазымы біршама көтерілген. Күйеуі үйге жетіп, ұлын құшақтағанша асығады. Оның сүндет тойын жасап, мектепке барғанын көруді армандайды. Сөз арасында тағы да әке болғысы келетінін жиі айтатын болған. Ал Әлия қанша ем қабылдап, бала көтеруге әрекет жасаса да болмай жатыр. Қанша дәрігердің табалдырығын тоздырды. Барлығы денсаулығында ешқандай ақау жоқ екенін, балалы болуға толық мүмкіндік барын айтады. Онда неге бұлай болып жатыр? Әлия кейде мұны Айсұлудан көреді. Бұлардың бақытын қызғанып, қарғаған. Сондықтан перзент сүйе алмай жүрмін деп ойлайды. Ал Айсұлу оларға бақыттан басқа ештеңе тілемеген болатын. Онысына Әлияны сендіру өте қиын, себебі адамның ішінде не бар, соны ғана шығара алады. Жақсылыққа, мейірге толы адам болмаса басқалардан да оны көре алмайды. Әлия соңғы кездері күйеуінің өзгергенін байқайды. Сымбатты күйеуінің көңілдесі пайда болғанын іштей сезді. Шындығында көңілдес деуге де келмейтін еді. Айсұлды қуып жіберіп, Әлияға үйленген соң перзент сүйген Рысқалидың бақытында шек жоқ болатын. Сонша жыл күткен ұлын иіскеп, құшақтағанда өзін ең бақытты әке санайтын. Әлі де солай. Ол ұлы үшін жанын беруге даяр. Бірақ уақыт өткен сайын оның Айсұлуға деген сезімі өшудің орнына ұлғайып бара жатқан секілді. Бірде үлкен сауда маркетінен шығып келе жатып Айсұлуды көріп қалды. Амандық саулық сұрасқан соң келіншек кетуге асықты. Қанша жерден бұрынғы күйеуі болса да, қазіргі уақытта некелі жары бар ер азаматпен көзге түсуге қорықты. Бірақ Айсұлуды бір көруді армандап жүрген Рысқали одан ажырайтын емес. Ол қанша қарылса да, күшпен қолын қайырып, көлігіне отырғызып алды. Оны үйінің жанына алып келген соң көкейінде жүрген сұрағын қойды. Айсұлу, менің кеткеніңе қаншама жыл болды, тұрмыс құрмапсың, оны байқадым. Енді ең болмаса кездеп жүрген адамың бар ма? Бұл сұрақ Айсұлудың ызасын келтірді. Сен немене өзі жүргіш болсаң, елдің бәрі жүргіш деп ойлайсың ба? Мен сондай адамға ұқсаймын ба? Сенен кеткен соң ешкіммен де сөйлескен жоқпын. Маған ешкім кепек емес. Бала көтере алмайтын болғандықтан ешкімнің басын ауыртып, аяғына оралғы болғым келмейді. Мен осы өміріме үйреніп қалдым. Сен секілді нәпсінің құлы емеспін. Әр айтқан сөзім мен әрекетім үшін о дүниеде жауап беретімді жақсы білемін. Енді көліктің есігін аш та, мені жібер, әйелің мен балаңа бар, деді ашуланып. Айсұлу деп аузының суы ағып жүрген Рысқалидың есі кетті. Өзінен өзге ешкім қол тигізбеген жалғыз әйел осы екенін ойлап қаны тулап барады. Жүр, мен сені пәтеріне дейін шығарып саламын, сонымен кетемін, деді. Сонша уақыт өзін күшпен ұстап отырған бұрынғы күйеуі кететін естіп, келіншек оған да келісті. Шын мәнінде Айсұлу оны әлі де сүйетін, тек оның бақытты болуына кедергі жасамау үшін сырттай жақсылық тілеп жүретін.
Айсұлу көршілерінің көзіне түспеу үшін аяғын жай басып, өз пәтеріне келді. Соңынан Рысқали еріп есікті ашпай тұрып, қоштаспақ ниет білдіріп еді. Жігіт аш деп иегімен нұсқады. Оның не ойы барын ұғына алмаған келіншек есікті ашып кіре бергені сол еді. Болғанын өзі түсінбей қалды. Пәтеріне дейін шығарып саламын деген бұрынғы күйеуі мұны көтерген бойы төсекке сүйрей жөнелді. Қарулы еркекке қарсылық көрсетуге қанша күш салғанымен игере алмай барады. Буырқанған сезім мен сағыныштың екпіні билеп барады. Бар күшімен қолын тырнап, итеріп тебініп жатса да, Рысқалидың тоқтайтын түрі жоқ. Ол келіншектің орамалын, көйлегін бар күшімен тарта сілкіп шеше бастады. Айсұлу тіпті шамасы келмеген соң жылай бастады. Бұл да Рысқалиды тоқтата алмады. Ол қуыршақтай ғана сұлу келіншекті алып денесімен басып, өз қалауын орындады. Осылайша қаншама жылдық тілегін орындап, нәпсісін қанағаттандырды. Бұл жолы көлденең әйелдерге барған кездегідей тән рахатын емес, жүрек қалауын жасағандай күй кешті. Оның бұл ісіне Айсұлу қорланды, оған шамасы келмегеніне ызасы келді. Бірақ енді не болса да кешет. Кетерінде Рысқали: мен сені әлі де сүйемін, сағынып жүрген едім. Мен Әлияны сүймеймін, сүйгенде емеспін, онымен тек балам үшін тұрып жатырмын. Сен маған бала туып бере алмадың, әйтпесе сенімен бірге қартайғым келеді. Оны да тастап кете алмаймын, мүмкін тағы да балалы болып қалармын деген үмітім бар. Ал мен саған бұдан кейін тұрақты келіп тұрамын, сенің сонша жыл ер азаматты көрмей жүргеніңе сенемін. Бұлай болмайды, бір күні ауру табасың, сондықтан қарсылассаң да келемін деп шығып кетті. Із-түссіз жоғалып кетейін десе, сонша жыл бұрын жоғалтқан бақыты арасында болсын келіп тұратынын көңілге медет етті. Бұлай өмір сүре берейін десе, Әлия мен ұлынан ұялады, Құдайдан қорқады. Осыдан кейін Рысқали Айсұлуға жиі келетін болды. Әр жолы ата-анасы, бауырлары, бұрынғы енесі шындықты біліп қояды ма деп жанын қоярға жер таппай кетеді. Ал Рысқали біреуі сүйгені, біреуі баласының анасы, екі әйелдің ортасында, екі оттың ортасында жүргендей күйде жүр. Екінің бірін таңдай алмайды. Бірі болашағы баласына қатысты таңдау, бірі жанын тыныштық сыйлайтын бұрынғы жарын таңдау. Өмірі осылай өтіп жатыр. Бір жолы Әлия базарға баратын автобусқа мініп, орын болмағандықтан тұрып тұрды. Негізі ол көбіне таксимен, не күйеуінің көлінімен жүретін. Осы жолы неге екенін автобуспен барғысы келді. Бір кезде ол өзіне біреудің ту сыртынан тесіле қарағанын сезгендей болды. Артына бұрылып қарағанда Айсұлуды көрді. Денесін ток соғып өткендей болған. Ол әлсін-әлсін Айсұлуға қарағыштай берді. Сонда ол келіншектің тоқтаусыз егіліп, жылап тұрғанын байқады. Бұл оның өзін жек көріп, қарғағаны деп түсінді. Әлияның алдында өзін айыпты санап, ар ұяты мазалады ма? Сол секілді Рысқалидың некелі жары болып қала алмаған үшін жүрегі ауырды ма? Екі әйелдің басын шатып, өзі де сол шырғалаңнан шыға алмай жүрген Рысқалиды ойлады ма? Оның бәрі тек бір Аллаға және Айсұлудың өзіне ғана аян.